Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі ашық сынып тәрбие сағатымыз Чернобыль апатының 35 жыл толуына байланысты Чернобыль апатының себебі мен зардаптары атты тәрбие сағатымызға қош келдіңіздер балалар. Бұл іс-шарамыздың ең басты мақсаты адамзатта орны толмас қайғы қасірет алып келген және әлемді дүр сілкіндірген осыншама адамдарымызға залалсыздандырған бір кісідей жан аямай атсалысқан тұлғаларды құрметтеу және осы жас ұрпаққа, өскелең ұрпаққа өз саналарында патриоттық тәрбиені ұялату балалар. Бұл тақырыпты алуымыздың себебі 26 сәуір күні 1986 жылы Чернобыль атом электр станциясындағы апатқа 35 жыл толуы. Бұл келтірілген залалы мен салдары жөнінде 20 ғасырдың ең ірі техногендік радиациялық апат. Ерлік кездейсоқтық болмайды демекші. Чернобыль апатын залалсыздандыруға атсалысқан мектебімізде сонау Украинаға барып қайтқан, өз көзімен көріп келген қорқынышты оқиғаның бас қасында болып келген ардагеріміз қызмет жасайды балалар. Осы кісісіз мектебімізде су да, жылу да болмайды. Осы күнге дейін елге қызмет жасап келе жатқан мектебіміздің жұлдызы деп айтуға тұрарлық өлі қаланың тірі куәгері Бейсенбаев Нұрлан Сүндетұлын ортаға шақырайық. Hoş geldiniz. Biz bugün Чернобыль апатына 35 жыл толуына байланысты осы ашық сынып тәрбие сағатымызды арнап отырмыз. Яғни бұл тәрбие сағатымызды сізге арнап отырмыз ағайын. Чернобыль апатының салдарын жоюға Қазақстаннан қатысқандардың бірі біздің Бейсенов Нұрлан Сүндетұлының. Сіздің ағай жас кезіңіздегі сол әскерде жүргеніңіздегі суретіңіз емес пе? Солай ма? Келесі бір суретіңіз бар? Нұрлан ағай, мына сурет жайлы бір ауыз бұл кім болып келеді сізге? Айтып өтсеңіз. Полкте бірге қол жеткен қашандарым. Егер бір ортада қош кетеміз. Яғни досыңыз ба сол? Ақшам достарым ғой. Әйтеуір ауданның баласы. Осы қаласы. мына суреттер Бұл суреттер сол неге түскен суретіміз. Одан Чернобыльден кейін мен суға шықтым. Біз ана Чернобыльге неге дайындап материал дайындап жаңағыдай лом келеді, басын кесіп балтаға тетіп бересің. Оны енді жаңағыдай не оят не алады сол кездегі. Мынау біздің командир полка, біздің командир офицерлеріміз. мына жерде генерал, біздің округтың генералы мен мынанда тұрған командир полкі, да? Сол кездегі, иә? Мынау біздің офицер состав. Бейсенбаев Нұрлан Сүндетұлының қазіргі шақырағы. Бұл жерде сіз осы қалада бізде 26 сәуірде, әр жыл сайын сіздерде іс-шара кездесулер өткізіледі. Сондай емес па? Мынау қай жерде еске түсіріп жіберіңізші, осы қай жерде түскенсіздер, қай жерге барып? Бұл ел берушілікте түскеніміз. Мынау
біздің балалар Шымкент қаласында, ағайын жақсы біледі, біздің Шымкент қаласындағы Чернобыль апатына арналған ескерткішіміз. Бұл жерде біздің ағайымыздың одақ құрылған, сол жайлы айтып кетіңізші. Чернобыль одағы бар бұл жерде. Осы жерде осы 26-сына кездеседі. Одан мына біздің арамызда қазір Шымкентте 3.000-нан аса адам қатысты. Қазір соған 200-775 ғана адам бар, жігіттер. Соған қазір көбісі ауылында. Сол қоғамға да көмек сұрайды. Кәмбірлігін аласауы болады, дүния алады, қоғам болады, неғылып бір-бірімізге көмек береміз. Оның үстіне бізге сол шағын өкіметке айтамыз, өкіметке көмек беріп жатыр. Сол біздің ұйымдастырған сыйлығы бар, кімге қандай жағдай жасау керек, не істеу керек. Сол Чернобыль қоғамында ақылдасып кеңесіп. Рахмет аға. Жаңағы сіздің айтқан мына жерде ескерткіштің басында біздің Чернобыль одағының ағайындардың кездесуі. Енді балалар, кішкене мағлұмат айтып кетсек, осы біздің Чернобыль одағы талаптары жайлы. Бір сәт еске алсақ балалар. 1986 жылы 26 сәуірде Украинада атом электр станцияның жабылуы Европаның 10-нан аса мемлекеттерінің 145 мың шаршы шақырым жер радиоактивті заттармен ластанып, миллиондаған адам зардап шекті. 1986 және 1992 жылдар аралығында Қазақстаннан 35 мыңнан астам адам Чернобыль апат салдарын жоюға жіберілген. Осы мағлұмат Нұрлан ағай қаншалықты рас деп ойлайсыз? Адам бар дегенде, осыдан 4 жыл бұрынғы дерек бойынша 5000 айғақты Қазақстанда, соған чеке жетпейді. Осыдан 5 жыл. Қазір одандағы жыл сайын адам азайып оның зардабы әлі қайда, айнанбай жүр. Өйткені мына Чернобыль енді 500 жылға дейін жарамсыз. Бұл жерге адам өзі жағында болмайды. Бір қала сол үйі қалды отырайды. Үй жерге ішіне істер болмайды. Кешірге болмайды, бәрі болмайды. 5 жылға дейін бүйір өзі олайды. Өте қайырлы жағдай, ағай, дұрыс айтасыз. 1986 жылы міне болған Чернобыльдағы апат қазіргі жағдайы осы. Мына 4-ші блогы жарылған. Бұл жерде 4 блок бар, мына 4-шісі. Оның ең қасында 2-ші блогы жарылса, онда Украина жоқ болып кетеді. Россияның жарысы жоқ болып кетеді. Біздің де жарқымыз жоқ болып кетеді. Осы сөзімізді ескере отырып, осы жерде біздің балаларымыз осы Чернобыль апатындағы екінші жарылысты болдырмауға себепші болған 3 орыс ұлтының адамдары. Валерий Беспал. 1957 жылы 21 қыркүйекте Сталин облысы Лисовка ауылында дүниеге келген. Ол 1980 жылы Одесса ұлттық политехникалық институтының жол және энергетика мамандығын бітіріп шыққан. Және сол кезден бастап Чернобыль атом электр станциясында жұмыс істей бастаған. Және де атом электр станциясында болған жарылыстың салдарын жоюға кіріскен. Алексей Аненко және Борис Плотпен бірге 4-ші энергоблоктың ішіндегі суды шығаруға атсалысқан. Және де 1992 жылдан бастап қайтадан осы Чернобыль атом электр станциясында қайтадан жұмыс істей бастаған. Ол 2019 жылы Украинаның батыр атағын алды. Және де атом электр станциясында көрсеткен ерлігі үшін, жанқиярлығы үшін Украинаның батыр атағы және де 3-ші дәрежелі батыр атағы берілген.
Виктор 1940 жылы 11 қараша айында дүниеге келген болатын. Бұл қазіргі олар қазір бар екен. Қалай ойлайсың балалар? Сол 3 адам өз өмірін қиып, денсаулығын қиып, көмекке кеткен. Елді қорғауға. Қазір тірі деп ойлайсыңдар ма? Сіздерді. Оның екеуі тірі, ал біреуі қазір 2005 жылы. Сол кісілер соншалықты радиацияның болғанына қарамастан өмір сүргендері жалғасып келеді, иә. Бірақ Борис Баран 2005 жылы дүниеден өтті. Міне осы кісілерге арнайы ескерткіш күнде қойылғаны бәрі мәлім. Құрметті оқушылар, біз Нұрлан ағаймен бірге Чернобыль қоғамдастық одағына барып, сол жердегі орнатылған ескерткішке барып, гүл шоқтарын қойып, сол жайлы кездескен адамдарымызбен бірге ардагерлермен кездескеніміз жайлы видеоға назар аударсақ. Мен есту салғат жарақаттың партнердің алсекшінің осы Чернобыль апатында мен сол кезде әскер қатарында едім, солда қатысқанмын. Менің есім Еземан Нұрлан. Мен де әскерден граната ауылына өшкеттемін. Сол жылда апатқа қатыстым. Сол апаттан мен талығына осы 5 жылдыққа арнайы Чернобыль одан қаланың алдына келіп, өткендері қайсы болған жігіттерді еске алып, гүл шоғын қойып, неғып кетеді. 8 миллион халық осы апаттан зардап шеккен. Енді апат біздің елге қалқатын ондай апат елемес басында қашық болсын, мынау жастар өсіп келеді. Осындай апатты алып келіп сондай. Сол кезде сол апаттың басына жүргенде ол енді Құрметті Нұрлан ағай, бүгін біздің оқушыларымыз сізге арнайы сұрақтар дайындап келген екен. Соларды сізге қоюға рұқсат етіңіз. Менің сізге 2 сұрағым бар еді. Ең біріншісі, сіз қанша жасыңызда бардыңыз? Мен 19 жасымда бардым. Екіншісі, сіз Чернобыльде, яғни апат болған орында қанша уақыт болдыңыз? 3 ай уақыт. Рахмет. Келесі кім деп атамыз? Апатты залалсыздандыру қанша уақытқа созылды? Оны мен біле алмаймын. Біз 85 жылы жарылған күні бардық. Біздің Қазақстанымыз гражданский оборона бірінші рет бардық. Аяғы емшес. Біз 3 айдай болды, одан кейін басқалар барды ауысы. Мен естуімше оны залалсыздандыруға 3 жылға созылып деді бар. Одан жаңағы бізден кейін барған солдаттар бар. 2-3 кейстер. Одан залал әлі қайтқан жақтар жалғасылар болады. Рахмет балалар. Ал тағы Осы апаттың әсерінен қанша адам қаза тапты? Оны мен біле алмаймын. Көптеген адам зардап шекті. Қайсысы болды? Әлбетте қайсысы бар оның зардабына. Зардабы жойылған жоқ, әлде де адамдар қаза болып отырған кезде. Рахмет ағай. Залалсыздандыруға ер адамдардан Тәні ғажайып. осы оқиға сіздің денсаулығыңызға зиян тигізді ме және қандай зияндары болды? Бұл Чернобыль апаты
Өте зиян денсаулыққа. Денсаулық жақсы деп айта алмаймын, мүгедекпін. Басқа ауруда сүйектерім бәрі қатыспайды қазір. Бұдан енді ол Чернобыль апатының бұл несін зардабын басқа салмасын. Мен айтарым осы. Қанша уақыт жұмыс атқардыңыз? Күніне не бар? Сменмен бар. Кешке де бар. Кештен түнгі смен, күндік смен, кеш смен. 6 сағат ауысып отырамыз. 2 сағаттан 2 сағат 2 сағат тұрма, 2 сағаттан кейін ауысып отырады 2 сағаттан. Ал құрметті оқушылар, бұл ядролық электростанцияның әлемге сол кездегі Украина, Ресей аумағындағы халыққа келген зардабы жайлы айтып өтеді. Мына жерде көріп отырмыз, балалар. Балалардың қалай радиациялық сәулелердің зияндығын көріп отырмыз мына жерде. Қандай балалардың өзгеріске ұшырап, мутациялық өзгеріске ұшырап, балалардың үлкен басты болып кетуі, осы атом электростанциясының апатының арқасында осындай зияндар келтірілген, зардаптары шегіліп жатыр. Әлі күнге дейін бар бұзаулардың 2 басты болып өмірге келуі. Және осы жайлы бізде толыққанды кішкене мағлұмат беріп кетсе, бізде ғажайып. Мамандардың айтуы бойынша радиоактивті сәуле адам денесіне ешқандай кедергісіз кіріп кете береді. Ол адам денесіне енген кезде ет пен теріде ешқандай ауырсыну байқалмайды. Біз тек қана белгілі бір жарылыста, бір оқиғаларда ондай сәулелерге ұшырамаймыз. Мысалы, біз күнделікті өмірде кішкене болсын радиоактивті сәуле денемізге енеді. Ол біздің қолымыздағы телефондардан, компьютерлерден, тіпті айналамызда жүрген көліктердің түтінінен де денемізге ене береді. Бұдан алдын алу жолын және де денеден шығарып тастау жолын ғылым мен медицинада әлі күнге дейін таба алмай келеді. Бұл 2 қабат әйелдерге және ішіндегі нәрестенің иммунитетіне өте қатты әсер ететін сәулелер болып табылады. Ал Нұрлан аға, енді осы жайлы, осы Чернобыль апатының себептері жайлы сіздің қандай көзқарасыңыз бар? Сіз не деп ойлайсыз? Себептерінің салдары? Biz onu bile yapmayız. Oyunda sözde sigara alım profesörler elde de şişe olmayıkladı onu buradan bile yapıyor. Neden boğan? Her jaramalar tezdeyiz de Canana atom stansiyasında bir programa yürüdü, İspanya boğan deydi. Sokada jarama deydi. Bunu bildiğiniz zaman kadar oldu. Оқушылар, Нұрлан ағай, бүгін біздің тілшілеріміз бар, арнайы осы сыныпта. Осы оқушылар біздің жаңағы Шымкент қаласындағы тұрғындарынан кішкене сұхбат алған еді, сол жайында сөз берсек. Аружан? Қайырлы күн, құрметті көрермендер. 1986 жылы 26 сәуірде болған апатқа орай соның болған себеп-салдарын білу мақсатында, өскелең ұрпаққа насихаттау мақсатында қала тұрғындарынан сауалнама алған болатынбыз. Ал экранға назар аударыңыз. Здравствуйте. А вы знаете про аварию в Чернобыле? Да. Можете рассказать? Ну, я там не был. Я там не был, но авария страшная была. Там сколько зараженная местность там. Вот это все. И до сих пор еще длится это все. Там население. Стали мутанты рождаться, там бараны с одним глазом или еще что-нибудь. В течение вот этого Чернобыля. Вот здесь вот контора Чернобыль. Зайдите, вам там подробно расскажут все. Здесь председатель, он сидит постоянно, вот к нему обратитесь. А я так, издалека. Спасибо. Потому что сам не был там. Саламатсызбы. Сізге
работа бола ма? 1986 жылы 26 сәуірде болған туралы білесіз бе? Чернобыль жарылысы туралы не білесіз? Ана секрет айтады. Ана айтуға болмайды. Чернобыль? Нет. Чернобыльде атом электростанциясы взорвалась. Қай жылдары болған? Чернобыль авариясы туралы естідіңіз бе? Сау болыңыз, рахмет. Это блок на Украине, Чернобыльская атомная электростанция, блок взорвался. И там теперь Припять, этот город, стал мертвым городом. Все оттуда люди выселены. Вот что я знаю. Спасибо большое. Самое главное. Год, знаете, год? Вот я не год, 84 или 86. Что было, это где его, не знаете, да? Знаю, конечно, я не маленький был. Там страшная авария была. Вообще-то атомная станция — это крупнейшая авария в мире была. Там остальные, там еще где-то были такие. А это погибло очень много людей, военнослужащих, потом погибло, когда тушили там столько. Там еще остались сейчас, ну, такие старики, как я сейчас, были старики, не уехали оттуда. Не уехали, остались жить. Еще сейчас живые. Показывают по телевизору. Они сажают картошку, там, ну как жили раньше, так и живут. Куда ты просто их поедешь, что там делать? Картошка вот такая растет. А так, вот эти двери, там же много зверей, это леса. Ходишь там, такие ходишь, когда ночью. Что-то Чернобыль апатты туралы білесіз бе? Чернобыль апатты туралы білесіз бе? А Чернобыль? Слышал, да? Это білесіз бе? Ну, вот, значит, первая партия поехала, вот, и это, что вот, 2-3 месяца он пробовал там и обратно вернулся. После этого, значит, уже вторая партия, кто уезжали, они вот, ну, уже знали, что там опасно, короче, и вот это, ну, вот эти самоубийцы уже начали перебираться. Понятно? Нормальные туда не поехали. Спасибо вам. Демек, осы сұхбатты көру арқылы балаларымыздың, тілшілеріміздің барып алған сұхбатына қарай отырып, қала тұрғындарының қаншалықты білетіні, иә, балалар, білмейтінін анық көріп отырмыз, иә, көзіміз жетіп отыр. Айналдырған сол 4-5-6 адамнан сұрап, сұхбат алған кезде, көбінесе біздің қаламыздың орыс ұлттарын қариялары ғана нақты жауап жақсы біледі екен, иә, осы кісілер. Неге деп ойлайсыздар, балалар? Не үшін қариялар әсіресе орыс ұлтынан біледі деп ойлайсыңдар? Өйткені олар сол жағдайда өз көзімен көрді, сол жағдайдың куәсі болды. Енді КСРО кезінде болғандықтан көбінесе орыс ұлттары көбірек біледі деп ойлаймын. Дұрыс айтасың жаңа, дұрыс, сол жағдайда болуы мүмкін. Ал енді бәрібір біз жастарға өнеге көрсету үшін жаңағы ұрпаққа тәрбиелеп отырмыз қазір біз. Бәріне бұл апатты жағдайды түсіндіріп, сіздердің келе жатқан жас ұрпаққа оны белгілі ету үшін осы тәрбие сағатты арнап отырмыз, иә, балалар? 35 жыл бұрын болған апаттың салдарынан мінекей қалған Припять қалашығының қазіргі көрінісі. Украина, Чернобыль аймағы. Ал енді, балалар, бізде
Нұрлан ағайға кетірген нелеріміз бар, біздің қыздар балалары зерттеп жаңағы алдына дайындаған бір құпия білуге болмайтын заттар да бар екен, сол жайлы бізде бір сұрағымыз бар еді, айтып жіберейікші. Альбина. Негізінен құпия орындалмаған бұйрық бар еді. Оны КСРО қорғаныс министрі Язов өзінің құпия бұйрығында бұл залалсыздандыру жұмысына 30 жастан жоғары үйленген көп балалы адамдар қатысады делінген. Бірақ та бұл жерде 20 жасқа толмаған адамдар да қатысқан, сонымен белгілі бір мерзім болған. Сол мерзімді өтемей, одан бөлек 2 жыл сол жерде әскери қызмет еткен. Сол күйі бұл құпия болып қалып кеткен. Сол дұрыс, рахмет Альбина. Осы ақпарат қаншалықты рас ағай? Қаншалықты негізі рас екенін сізден ақ көріп отырмыз, балалар, 30 жастан асқан болса, 2 баласы бар адамдарды ғана приказ береді, ал сізді көріп тұрмыз. Сіз қанша жаста едіңіз ол кезде? Мен 19-дамын, әскердемін. Өйткені бұны жарылыста Совет үкіметі әскерилердің күшімен жауап бастаймыз деді. Ешкімге жәрі жасаған жоқ. Тек әскерилерді ғана жіберді. Сол 3-4 күн өткеннен кейін, уже радиация басқа шет елдерге жайыла бастағаннан кейін, амалдың жоғынан бүкіл елге жарияланды. Бізді әскерилер бірінші әскерінің күшімен жауап тастаймыз, ешкім білмейді деп ойлады олар. Оны жауап алмады. Амал жоқ. Кейіннен приказ шығарып, мынау неге қайтадан әскері бошын өтіп кеткендер қайтадан шақырды әскерилер. Оларды сол 30 жастан асқандарын шақырған себебі енді денсаулықтарына қатты зиян болады. Одан кейін олар жаңағы 2 баладан ары қарай баласы болсын деген, оны уже ұрпағы қалады деген сөзді. Жас балаларды алмайды деген. Өйткені біз жас болғанда біз әскеримен жауын деп жаба алмадық, деген амал жоқ. 30-дан жоғары қарай адамдар шақырды. Бүкіл әлемді шықпағаннан кейін. Оны шақыра алмады. Сол үшін 30-дан ары қарай шақырды. Өйткені ұрпағы қалған бала-шаға апарылады. Сондай планмен неғылды олар. Көп рахмет мағлұматтарыңызға. Нұрлан ағай, сізге біздің сыныбымызда ақын оқушымыз бар еді, кішкене сізге арналу бар еді. Соны тыңдасаңыз. Еске түседі сол жарылыс, сол жылдар жүректі дірілдетіп, ой салар. Терең жетіп түбіне ашылмаған сырлар жатыр бұл сөзде. Сыйлау оны құрметте шыңға тене, жырла жыршы арыстанға оны теңеп, шалқып жүрген осы күннің арқасы қаһарманға ардагерлік еңбегі. Көп рахмет, құрметті Нұрлан ағай, сіз біздің өсіп келе жатқан жас ұрпақтарымызға құнды дүниелерді айттыңыз деп ойлаймыз біз. Бізге өте соның бәрі қызықты болды. Және осы сіз көрген басыңыздан кешкен қиындықтар біздің жастарымызға көрсетпесін. Рахмет сізге келгеніңізге. Біздің атымыздан, балаларымыздың атымыздан гүл шоқтарын қабыл алыңыз және сыйлығыңызға кішігірім.